Bауырлар, қош келдіңіздер. Менің фамилиям Өтепберген, атым Рахим. Жалпы біздің аталарымыз Толыбай керек, Бесауырат деген жерде тұрған, сол жерде қоныстанған. Осыдан 200 жыл бұрын 1800-дің басы анау Бөкей ордасы осында Ханский Орыс деген бар, Оралдың қасында. Сонда Бөкейді Ақкөзге көтеріп хан сайлаған. Анау Павел бірінші деп патшаның Екатеринаның баласы соған рұқсат берген. Енді мен жалпы әкемді көрген жоқпын, өзім 41 жыл туғанмын. Көргенде мен бала кезімде көрдім, соғыстан ол кісі жаралы болып келді, 9 жерден 44 жылы. Елге Азғырдың қасында Ноғайбай деген жерде тұрды. Ол енді 3-4 керек батқан адамның енді білесіз ғой енді. Крес шығасының есіп, сол жерде сол кісінің беті сол Ноғайбайда қалды. Соның 3-ші класс бітіргеннен кейін Ноғай ауыл советінің осы нағашыларымыз Камен жағында, Каменерданда, Алаша. Сол нағашыларымызға келдік. Себебі біздің önde бізге қарасатын адамдар болған жоқ. Жалпы мына шежіре бойынша Жәменке деген батақтың тараған балдар. Ана Байжименмен Соқсалға, сосын Тоқсаба дегендер шығады ұрылар. Енді мына бұғанайдан Жәменке жан келді. Мынау Жәменкеден үлкен баласы Олжа, одан кейін Баба, одан кейін Сана, Назар деген біздер боламыз. Содан кейін Бақи. Одан кейінгі екінші баладан Жангелдіден Шымағыл, Қосағыл, Ақбалық, Әти деген аталар шығады. Осылардың бәрі нәвәді осында болған, мен танымаймыз, таныса жатармыз. Ал енді бұнау 200 жыл өткеннен кейін мына бәріміздің басымыз қосылып тұр. Себебі мынау коммуникация деген қазіргі мынау жаңалық біздің басымызға осы қосылға үлкен әсер беріп, бір-бірімізбен амандасып, көрісіп тұруға жағдай жасалды. Енді осы жеріміз жақсылық құтты болсын бәрімізге. Анау мынау Арман деген азамат, саған жаным көп-көп рахмет. Біздің бабаларымыздың ханы осы Биғали деген ұрпақтан оянды. Ойлап шықты біздің теміміз. Арманға көп-көп рахмет. Мынау тардай жан-жаққа жайылып кеткен бұғанайларды бүгін жинап, басымызды қосып, біздер бір қайтадан бір туғандай болып тұрмыз, қайтадан, жаңадан. Сондықтан қош келдік ағайындар. Енді жалпы әкені көрмеген адам, анам зеректі адам болды. Соғысы енді қазақтың келіні өзінің кей уақытта күйеуінің де атын дұрыс білмейді. Сонда соғысы анау 7 жасына дейін етіп кеткен. Соны біліп қалған, бізге соны айтты. Ал ояқта кетелер көп. Ноғайбай кетелердің жері. Сондықтан қайтыс болғанда біздер енді есімізді кіргенде 50-ші жылдары сонда айтып жүрді. Әкелердің, кетелердің бетінде қалды. Мен ана бұғанайлардың бетіне алып бара алмадым. Басқа жерде қалды деп сөйдеді. Соған қарағанда
біздің бірнеше атамыз сол Толыбай терек жаңағы Бестау Иракта жатыр. 85-ші жылы барып, ағамыз екеуміз әкеміздің қасына памятник қойып кеттік. Мақпалдың моласы, Бейсен моласы деген бір үлкен биік бар, сол жерлерде Азғырдың шамасында оңтүстігінде ұштаған жағындағы жолда, сол жерде сол кісіге ескерткіш қойдық. 85 жылы есіміз кіріп, өзіміз танығаннан кейін. Сосын мына шежіре